Құрметті достар, мынау тұрған дұрыс емес. Анау тұрғанның бәрі дұрыс емес, байланып тұрғандар. Мында сіздерге жақындап көрсетейін, мына жерден көрінбейтін шығар. Міне, мына нәрсенің бәрі дұрыс емес. Сіздер мына жерден ағып жатқан судың дауысынан қазір сіздерге естілмеуі мүмкін. Жөнді дұрыс мына жерге келейін. Мына жерде тал тұр, міне. Ана тұрған талдың төбінде де сол байлап қойған жіптер. Маталарды жыртып алып, әрқайсысы кішігірім өздерінен арттарынан қалдырып кетіп жатыр. Біреу келіп, мен сияқты бір ақымақ келеді да, тұрады да байлай салады оны. Мен сияқты ақымақ келіп байлай салады да. И оның артынан екінші ақымақ келеді, ол байлайды. Құрметті бауырларым, осындай байлап жатқанды көрсеңіздер, дер кезінде тоқтатсаңыздар, мынандай лас және көргенсіздік болмайды. Өткен бұл таза көргенсіздіктің белгісі. Әрине, мына қазір келе жатып мен көптеген мусорлар жинадым. Қоқыс дейміз ғой енді, қазақшалап айтқан кезде. Көптеген қоқыстар және нелер бар. Баклашкілер, бәрі баклашкі жинаған, бәрі. Баклашкі мына төбеге шығады, мына су құйып алады, шығады, ішеді, тастайды да кетеді. Құрметті достар, бауырлар, тастамаңыздар, өтініш. Өткені бұл мусор жинайтын бұл жақта ешқандай азамат жоқ, арттарыңыздан жинайтын. Ол азамат өздеріңіз тазалаңыздар, арттарыңыздан кетіп баратсаңыздар, біреу тастаса айтыңыздар, ей бауырым, тастама, оның жинайтын ешкім жоқ. Әрине, бұл жаққа келіп ішкілік ішетіндер де бар екен, өткені арасында бана жинап жүрген кезде байқап қалдым. Ішіп болғаннан кейін арттарыңыз жинап кетіңіздер, ішкілік ішкендер. Мынау әдемі жерде тұрмыз, енді салқын, самал ұрып тұр жай. Бұл жерді жаңғақты деп айтады, жаңғақты тас деп айтады, бәрі жаңғақты деген жер. Мына осы табиғатқа келіп, осы жерде отырып, бір демалып кетулеріңізге мүмкіндігінше шашпауға тырысыңыздар. Осындандай байлап қойғандар болса, көрсеңіздер, ақтып шешіп тастаңыздар. Әрине, қолдарыңыз бос болып. Кинода көрсең, шал деген кинода да сүтіп байлап береді. Мұнан қараңыздар, құрметті достар. Мұнан бәрі осы талдан шыққан мусор. Былайша айтқанда. Және арғы өтте де бар, біраз жинап тастадым. Арғы өтке де. Қалай бұрамыз? Үстінен бір асламын. Төменде жатыр екен. Орада шлей көп емес екен. Көп емес енді, бірақ жиналып отыр. Мұның арасында мусорлар жатыр. Құрметті достар, бауырлар, өздеріңіз көріп тұрғандай, бұның бәрін өздеріңіз білесіздер, енді әрбір адамның өзінің сана сезімі, ойы, пікірі бар. Мына талдарға байланғанның себептігінен міне мыслығынандай жағдайлар болады, өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой. Ол нарыдан буынған тал. Одан кейін қураған міне. Ол тағу жарамайды. Мына жерлерден байлаған міне. Тоже буынған. Одан кейін айта берсем көп, мына жерлерден байланған. Бағана біраз жерлерден шештік. Осындай нелер болмау үшін
ағайын жұрт бауырлар, жігіттер, қыздар бұндай жерге келген кезде талға жіп байлау или там арқан байлап кету, болмаса бет орамал байланған, арасында даже бар ғой, Кока-Коланың байланған үйлері де бар. Міне Кока-Коланікі ме, міне Кока-Коланың пленкасы байланған, Коля тұрып ма, Кока-Кола. Мынау жин деген пістеніңкі байланған, например. Пленкілер, бұлай майда-майда пленкілер байланған. Бұның бәрі дұрыс емес деп ойлаймын мен. Сол себепті алып, талдағын бәрін алып тастадым, мына жерге қойып қойдым. Қазір бұның бәрін жинастырып, ана жерге неге қапқа салып қоямыз, бір анау мешок тұр. Бұл мешокты да бұл жақтан нечайно көріп қалып тұрмын, енді ойда жоқ та. Сол қапқа салып, бір кісілер болып отырса, сол кісілерге артып жібереміз, енді атпен жүргендер болса, немен жүргендер болса. Мына жерін бір су екен. Міне. Бос. Көрініп тұр ма? Көрініп тұрған жоқ па? Мына жерлерде бір қап тұр. Мынау тұр. Осыған салып жинап тастамақшымыз. Енді мына арты жыртық екен, бірақтан көреміз. Мүмкінділегенше салуға тырысамыз. Құрметті достар, барлықтарыңыздан сұранатыным, мынаны қараңыздар, әдемі табиғат. Мынау малдардың өзі өтіп ластамайды ғой, малдар ластамайды өйтіп. Мына кетіп бара жатқан мал бар ғой, ластамайды. Біз адамбыз ғой, ластамайық. Барлығымыз осындай жақсы жақарып талпынайық бәріміз. Ағайын жұрт. Мынау қазір тауда демалып жүргенмен 4-5 күн болып қалды. 10 күндей болып қалды. Жүрміз сол. Ана қуысқа барып, мына қуысқа барып, кішігірім жұмыстарын істеп жатқанбыз сол тауда. Қазір карантин, өздеріңіз білетіндей, қаладан шықсаң кірамайсың, қалаға кірсең шығамайсың. Сол жүріп, қасында шаттық бар, қазір құдірет қайтып кетіпті. Осы жігіттермен бірге айналаны тазалауға, істеуге шақырдым. Әрине олар шығып көмектесуге келді. Барынша көмектесіп жатыр. Әрбір қазақ баласына, әрбір қазақ қызына айтатыным, мұсылман халқым, бауырларым, келіңіздер, бізбен бірге осы тазалықты қолдауға күш салысыңыздар. Әрине бұның бәрін пікірлеріңізді білдіре аласыздар астына қарап. Сәттілік.